Пахлаваның қамырын дайындау үшін алдымен осындай салқын майды үкіштен өткізіп крошка жасайтын боламыз. Менде Татарстан майы 72-де 5% май. Енді үгітіп болғаннан кейін ұнға араластырып крошка жасаймыз. Одан кейін жасап болғаннан кейін үстінен жарты шай қасық тұз және 1 шай қасық қопсытқышты қосып барлығын араластырамыз. Келесі қаймақ қосамыз. Менде осындай 20% қаймақ. Кез келген қаймақ түрін қолдансаңыздар болады. 15% қаймақта жарайды. Қаймақты қосып болғаннан кейін артынша 2 жұмыртқа керек. Жұмыртқаны ағысы мен сарысын ажыратып болған соң, сарысын қолданамыз да ағын алып қоямыз. Ағын кейін қолданатын боламыз. Онға қоспаларды салып болғаннан кейін барлығын жақсылап илейміз. Жұмсақ сары маймен илеуге де болады. Ештеңе етпейді, бірақ холодильникте көбірек сақталады. Қамыр бірігіп, осындай жұмсақ қамыр иленді. Енді осы қамырды пакетке салып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамыр холодильникте тұрған кезде салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге осындай жаңғақтар қажет. Мен жаңғақтарды алдын ала сумен шайып жуып, қызып тұрған духовкада кептіріп алдым. Пахлаваның бетіне безендіруге осындай бүтін жаңғақтарды алып аламыз да, қалған жаңғақтарды ұсақтайтын боламыз. Осындай блендермен ұсақтаймыз. Егер де блендер болмаса, оқтаумен де ұсақтасаңыздар болады. Және жаңғақты тазалаған кезде арасындағы қабықтарды тазалап алып тастаңыздар. Сақталған жаңғақты жеке ыдысқа саламыз. Одан кейін үстінен қант саламыз. Және бағанағы алып қойған жұмыртқаның ағысын қосып, барлығын араластырамыз. Салмасын дайындап алдық, осындай болды. Енді қамырын дайындаймыз. Холодильникте жарты сағаттай уақыт тұрды. Енді қамырды алып 3 бөлікке бөлеміз. Қамырдың екеуі кішкене және біреуі үлкенірек болу керек. Қамырды осылай 3 бөлікке бөлген соң дөңгелетіп аламыз. Көргендеріңіздей екеуі кішкентай, біреуі үлкен. Осы үлкен қамырдан бастап жаямыз. Және қамырды көп елемейміз. Дөңгелетіп алғаннан кейін ұн сеуіп бірден жаямыз. Қамыр жабыспайды. Осылай жайып болғаннан кейін формаға орналастырамыз. Менде осындай форма, диаметрі 26 см. Жайып алған қамырды форманың ішіне орналастырамыз. Қамырдың шетінен оқтауға орап алып формаға саламыз. Қолмен де салсаңыз болады. Осылай қамырды форманың ішіне бекітіп алғаннан кейін қойып қоямыз да, екінші кішкентай қамырды жаямыз. Ол сәл көлем кішілеу болу керек. Жайып болғаннан кейін алдыңғы қамырдың ішіне салмасын саламыз. Салманы осылай теңдейтіп екіге бөліп аламыз. Енді ішіне саламыз. Егер де форма болмаса, пергамент қағазына жайып жасауға болады. Және де үлкен қылып жасайым десеңіздер, осы рецептпен 2 есеге көбейтіп жасауға болады. Салмасын ішіне жайып болғаннан кейін бағанағы жайған екінші қамырды бетіне саламын. Менде сәл үлкенде болып кетті, ештеңе етпейді. Артық қамырларды кесіп алып тастаймын. Артық қамырды кесіп алып тастадым. Ол қамырды үшінші қамырға қосып илеймін. Және тағы да дөңгелек етіп жаямыз. Қамырды жайып болғаннан кейін бағанағы қалған салманы екінші қамырдың бетіне саламыз. Бұл пирогтың дәмі енді өте керемет. Өкінбейсіздер, жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Салманы жайып болғаннан кейін үшінші қамырды бетіне саламыз. Осылай салып алғаннан кейін бірінші қамыр мен екінші қамырды бір-біріне бекітеміз, немесе түйеміз. Одан кейін үстіндегі артық қамырларды осылай оқтаумен ойып алып тастаймыз. Пирогтың шетін тағы да бір рет айландыра басамыз. Одан кейін бетін осылай кесеміз. Терең кеспеңіздер, бетін ғана кесеміз. Мен ромбик тәрізді қылып кесемін.
Қаласаңыздар 4 қалыпта кесуге болады, бірақ ромбик түрі әдемі көрінеді. Одан кейін жұмыртқаның сарысына біраз қасық сүтті қосып, бетіне жағамыз. Және бағанағы алып қойған жаңғақтарды бетіне орналастырамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіреміз. Пирог пісті. Менде осында ерітілген бал, кез келген бал түрін қолдануға болады. Қою бал болса, балды ерітіп алып, осылай жаға береміз. Пирог дайын, астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.